Содан 30 килограмм құйрық майын әкеп бердік дейді базардан. Шөбін араластырып жасап берді және айтты дейді, мынаны күнде аздап мына кісіге беріп отырасыздар. Әр таңертең, түсте, кешке. Сонымен айттық дейді, біз өте алыстан келіп тұрмыз, 2000 километрден алыс жерден. Келесі жолы әкеле аламыз ба, білмейміз, бұл жолы өте қиын болып кетті деп. Ендеше мынаны көріп алыңыздар, менің қалай жасап жатқанымды деп бәрін көрсетті дейді ана кісі. Сосын мына менің шипа шөптерім қосасыздар, тура мен сияқты жасайсыздар деп. Сөйтіп беріп жіберді дейді. Ауылға келіп, ағамызға жаңағы құйрық майды күнде беріп отырдық дейді. 30 килограмм құйрық майды. Бірден әсер болмады дейді. Екінші айда тек жаңағы сал болып қалған саусақ қозғала бастады дейді. Екінші айда ғана. Содан ай өткен сайын уже біліне бастады дейді. Қолы қозғалды. Ақыр аяғы дейді, қанша деді? 8 айдан асқан кезде ағамыз тұрып орнынан жүрді дейді. Сөйлеп бастады дейді. Кәдімгідей бұрынғы қалпына келді дейді. Жаңа есеңгіреп, ми істемей қалады ғой, білесіздер, инсультта. Сөйтіп, 1 жылдан асқан кезде бұрынғы жұмысына қайта қосылып кетті дейді, Алланың қалауымен. Соны айтып жатыр, біз өз басым дейді, мен шемішкі майды мүлдем қолданбаймын дейді. Рационға, тамаққа дейді. Енді анада бір видео көріп қалдым, сол жерде бір шемішкі май заводының бастығы айтып жатыр, біз негізі шемішкі май емес, бізге пальмовый майды пайдаланамыз дейді, өте арзан түседі дейді, шетелден келеді. Соған иісін басу үшін ананы қосамыз, дәмін, қышқыл дәмін кетіру үшін мынаны қосамыз. В общем, соңында шемішкі май сияқты болып шығады дейді. Шын мәнінде бізде шемішкі май емес деп өзі айтқан видеосы бар. Осы оқиғадан кейін мен де шамам келгенше шемішкі майды көп пайдаланбайтын болдық. Сол тамақ істесе де, неге істейміз? Баяғыда кәмбей жер деп қоятын, үлкендер білетін шығар, жастар білмейтін шығар. Немесе тоң майға, немесе сары майға тамақ жасататын болдым. Енді сақтансаң сақтайды дейді. Денсаулық бәрімізге парыз. Жалпы білгенге амал жасаған жақсы ғой деп, осындай әрекет етіп жатқаныма біраз уақыт болды. Соны сіздермен бөлісіп қояйын деген ойым. Бұл видеоның басын алдыңғы видеода салдым. Мынау жалғасы. Яғни, негізі біз білмейтін нәрселер көп. Неге осы кезде толайым адамдар деген инсульттан көп жасы кәрісі құлап жатыр деген сұрақтың бірден-бір жауабы осы шығар деп ойлаймын. Себебі бұрынғы кезде енді бәріміз білеміз, әке-шешелеріміз көбінесе тоң майға, малдың майына, құйрық майды нетіп сондайға жасайтын еді. Сол шипа екен, сол пайдалы екен. Құдай қаласа мүмкін соған да бәріміз оралармыз. Пайдалы болса лайк басып, өз комментарийіңізді қалдырып кетіңіз. Рахмет бәріңізге.